Давай бастаңдар Бекзат. Ассалаумағалейкум құрметті достар, құрметті қадырдалар, қоңыратымыздың тойын тойлап жүрген қадырна менің досым бар. Одан кейін қоңыратта қандай той болса сол майолай бұрап ініміз Нұрлыбек. Құлаз тамадаларымызға сұрау һәм қала берсе бір челленджі бар екен, соны біз давам еттіруіміз керек. Ашық деп жариялаймыз. Ашық деп жариялаймыз. Ассалаумағалейкум. Біздерде челленджімізде кейінгі тамадалар Алик Сапаров ағамыз бен Бекзат аға Ерекеев ағамыз. Дұрыс айттың жаңа, дұрыс айттың. Ассалаумағалейкум. Так, челленджіміздегі сұрақтарды өзгерттік, өзінше необычный болсын дедік. Бірінші сұрағымыз, ағалар, неше жылдан бері тамадасыз? Енді өзім бастап берейін. 2007 жылдың сол жаз айларынан бастап мен тамада болып басладым. Сонда әзір сарғас 18 жыл болды да мен тамада болғаным. Біраз қырып тастаппын ғой, біраз бір-екі жай тіклеп тастады уже. Холас, мен тамада болып шыққаным 2009-дан бастап қосықшы едім. Қосықшыда сәл енді келістіре алмады. Қосып айтуды қатырамыз. Бірақ дегенмен енді примерно нағыз тойлап шыққан, нағыз енді біздердің ағаларымыз, ұстаздарымыз бар. Сол келмей қалды. Іләш жоқ, тамада жоқ. Бекзат өзің басқарды. Күнде естіп жүрген, құлаққа естілген сөздер бар, солар ядланған. Ассалаумағалейкум, сондай деп. Сол кезде албырайды любой адам. Құлаз деген бір сөзді 5 мәрте айтқан жерлерім болды. Сонымен неше жыл болды? Сонымен құласы 2013-12 жыл ма? 12 жыл. Араңызда 8 жыл парқ бар. 6 жыл. Шүбол ғой. Одан алдын қосықшы едік, аз Аллаға шүкір, аз ел халықтың қызметінде тойдамыз. Бекзат аға айтты әлеға, мысалы, себеп бар екен, сондай айтқан қосықшы болып. Сізде қандай себеп болды тамада болуға? Мен камерашы еді. 2004 жылы студент уақытым, колледж болып отырған бірінші курс уақытында. Өзіміздің последний звонок деп айтамыз ғой, колледж бітіріп жатқан уақытымызда. Дұрыс. Ағам жұмыс бабыменен шетелге кететін болып қалды, сонымен кетті. Енді последний звонокты білесіз ғой, камералар зат занят болып қалады ғой. Үйде камера тұр, бірақ түсіретін адам жоқ. Іләш жоқ, өзім последний звонокты өзім түсірдім, мынандай. Сонымен сол камерада жүріп, сол жаңағы ұстаздардың үйлерін басқарған көріп үйреніп, өзімен квн-де жүретінім, квн-де жүріп бет аштық, прикол болып бет ашарлар болатын сондай. Олар ашып жүрген уақытта маған көп адамдар айтады, сен тамада болуың керек. Сол көптің тілегі қауып, мен тамада болып кеттім алдай. Айран қаласың, адамдар айран. Ең қызық сұраулардан бірі, әмме тастап жатыр. Мысалы, сіз тамадамен шұғылданасыз, тамада кәсібіңіз. Одан басқа қандай кәсібіңіз бар? Қай жақтан дарамат аласыз? Мен дарамат ол сырлы деп бастаймын. Так, мен негізі оқуды бітірдік қой. Оқуды бітіргеннен кейін бәрін тіршілік керек. Тіршілік бұл қосықшы, жаңағы қосық айтатын, қосық айтып жүріп. Сөйтіп мәдениетке кірдік, мәдениеттан шығып кеттік. Келісе алмай қалды. Айлығы сәл. Күллеу сәл. Сондай болып, одан кейін ар жағына темір жол санаториясында инструктор болып істейміз. Әзірге дейін істейміз. 2016-2017-ден бастап кірген болса. Бұл үлкен апалар мен ағалармен жақсы қатынасады, пенсионерлер. Сөйледі сондай адамдар бар. Ашадди мұхлисларым сол менің. Алиға сізде не? Менің қосымша дарамат дейтінде мен енді жаңа 3-4 жерде зауыт ашып қойған. Яғни мен оқуды бітіріп, оқуларын тамамлап, дипломларды аршаның астынан жақсылап тақлап қойып бара. Ертең тойға адам шақырмай қалған кезде жұмысқа кетіп кетеді. Сондай. Не ол дейді, қазып қоясың дейді ғой, артың қазып, көрім қазып қойған адам ма ғой мен. Әзірден кете берсем болады. Ауыр. Так. Тағы бір қызық сұрау. Меніңше әме сұрады о затты гонорар туралы. Ешкім айтпайды, бірақ мен білемін, Бекзат аға мен Алик аға айтады оны, қорықпайды. Мужик. Солай гонорарыңыз примерно анық бір точкасын айтпай қойын, мынандайдан мынандайға дейін деген. Яқшы, қызық сұрау болсын. Мысалы, долларды айтыңдар. Мөлшерлеп солай торлап. Доллар. Алик басқай доллардың курсы қанша болады?
курс 12.600 болды. Онда енді ең төмен енді айта берейік. $100 болсын. $100 жоғары да. Енді ол тойың қандай той екеніне байланысты. Енді біздерде көп қазір. Аллаға шүкір, халықта той көп бола берсін. Бала туылғаннан бастап годигі дейді, о баланың сүннеті бар, о баланың үйленгені бар. Қыз болса қыздың сондай ұзату құдалығы, папа мама юбилей құдалық. Біздер ғайт етсе той бар ғой. Тойға байланысты. Аллаға шүкір той. $100, яқ енді $100-дан төменнен болуы мүмкін енді. Мысалы тойдың бағытына қарап. Таныс біліскен. Мынандай бар ғой Бекзат. Бекзат, мен бәленшебен ғой, бүйтіп жіберейік та. Сенде де боламыз ба? Ау болғанда айтты, мына құлазың тойғаннан өзі звонок етеді. Звонок етіп болып тұрып. Екі адам түседі ғой араға. Арасына түседі, мен пәленше сен, пөленше сен, құлазы берем. Сөйтіп ақыры $80 түсіреді. Оған дейін дұрыс болады. $80 болады. $80 премия қанша болады? Айтып тұр, дұрыс. Долларға жоқ менде. Менде де ұғымым жоқ. Сіз долларға жақын екенсіз. $1 миллиондай болып қалды. $1 миллионнан жоғары. Доллармен есе салмаймыз біз. Жаңағы қызықлы сұрау келіп қалды деп шашып бір адамдар емес. Оған кәлбашымыз біз. Ең мысалы қызық сұрау, әме бірден көтеріліп кетпейді. 3,5 миллион 4 миллионға. Ең бірінші шыққан гонорарыңыз қанша болды? Ең біріншісі. Мен айтайыншы. Біздердің уақытымызда гонорар жоқ еді. Біздердің уақытымызда болмайды. Беташардан түскен пұлды алып қайтасың бұған. Кешкі тойыңды басқарасың. Кешкі тойын обязательно басқарасың. Тастап кету деген зат жоқ. Беташардан аштың ба, қалтаңа сол 7-8 мың сом ақша, сол кезде енді ертеректе ғой, сол көп ақша да, онлайн көп ақшасы. Камералар сол кезде 2 мың соммен түсіреді бір гачтан. Енді мен ол кезде білмеймін да. Мен ол кезде примерно мектеп уақытларымыз. Бұл 88 болса, 92. Енді қарап отырсаң 2013-2014. Мен примерно былай қарап отқанда 2009-да алатын сумам 13 мың сом еді. Ең бірінші музыка қосыққа аппаратураның қасында жүремін, көмекші болып жүреміз. Мысалы әрқайсы неге шақырып, отдельно бір аппаратура алып шықпадым. Бірақ шақырады. Ұстаздармен бірге жүреміз. Ұстаздармен бірге жүреміз. Сол кезде беретін сума 13 мың, 15 мың сом еді. Сөйтіп ойланып қарасам, тамадада ақша көп, беташарда ашып кетеді. Менде бір әпірейсік бар еді. Қайсы бір тамада келе ма? Телефон, диктофон қойып алатын ема. Сөйтіп қойып алатын. Енді әммен стилі бір жерге жамия істейміз. Ең қызық жерлер алып, қаймақ керек жер халыққа тәсір ететін. Мысалы, халыққа ұлыма бір жерге укол баратын жерін, сол жерді алып, жинастырып, сөйтіп бір бит, керек затларымды алып, сөйтіп шығып кетті. Так, тағы бір қызық сұрақ. Бұл семья ғой, мысалы сізге өзіңіздің балаңыз, мысалы қызыңыз өнер жолына сізге ұқсап кіремен десе, оған пікір қалай білдіресіз? Пікір оларға білдірмейміз. Енді бұл айтайын ба, нану жұқа. Нану жұқа деген себебі бұл тарауда не қылайды? Істей алатыннан бар, істей алмайтыннан бар. Енді әзір көп істеп кетті, бірақ дегенмен мен қызым о тарауға барамын десе яқ дейді. Медицина болса басқасын оқытатын. Ал балам болса білмедім енді, бала қайдам көреміз. Сізден? Мен балам тамада боламын десе, енді қайдем әзіргі уақытта не алдайды, конкуренция қатты күшті, себебі YouTube тамадалар көйіп кетті да. YouTube тамада деген байқап білетін шығарсыздар. YouTube'да ананың сөзін алады, ананың призін алады, сөйтіп тамада болып жүрген тамадалар көп. Қазіргі моментте сондай болып кетті, бірақ қазіргі моментте менің баламның қазір 2-ші класс қой. Ол тамада болып, или бір 10 жылдай бар, тамада болып бастайман дегенше да, 10 жылдай уақыт. 10 жылға шейін менің балам тамада болуына жол қоймайды ау балалар. Оған шейін мен баламдыға оқытып, Алла бұйыртса, енді өзінің қалеуі таңлау, мен балама қолын қақпаймын. Қалеген қызыққан. Мен өзім қызықтым, келдім, осы тарауда еле жүріп мен басқа жұмысты таңламадым. Аллаға шүкір әйтеуір. Енді осы сұрауға байланысты, мысалы, сіздердің ата-аналарыңыз қандай насихат білдірді, мысалы, сіз тамада болдыңыз, балам бүйтіп қылма, болмайды, ақша кеп берсең бар ғой, мамалар яқ демейді ғой, папалар яқ демейді. Әйтеуір Аллаға шүкір, бұл тарауда жүрсең болады, егер өзіңнің орныңменен жүрсең да. Дұрыс емес па?
Вай, біздің мама деген, вай. Беташарда тауар, шесте, Я, 12 сызығы бар, шапан. Бір қапшық қылып алып барасың, ол кезде біздер беташарға жауап береді. Материалдардың атын ядлап аласың ғой. Бұзау жалаған, ала алмайсың. Орамал. Одан мен бір қызық болды, бір баяғыда сөйтіп той беташар аштық 2015-те ма 2015-те бар. 2015-те тойхана аз еді қоңыратта. Примерно екеуі бар шығар. Екеуі бар ма? Үшеуі болған шығар. Үшеуі болған шығар. Олимпиада бар еді, факел бар еді, одан кейін берекет бар еді. Сол кезде үшеуі бар еді. Пирамида да болды. Пирамидада болды, бірақ енді көпшілігі ол копьютер бере алмайтын еді. Сөйтіп бет ашып болдық, кеште жастар тойын басқарыппыз. Күн деген суық болып кетті ол. Сөйтіп шапанды киіп басқардық қой. Беташарға Иә, болады. шапанды киіп басқардық. Сол кезде жағдай сондай жағдайлар болды да. Енді мен мамамның қарсылық болмаған дегенде енді қандай болады да Нұрлыбек. Ол кезде тойларда төбелес болып той жауыла қоймаса, ол той до конца бола береді түнде 2. Енді одан шығып бір жерге барып жолдасыңмен ауқатланып қайтып үйге барман деген ана бейшара ұйықламай күтіп отырады ғой. Барып үйге барып ұйықлайсаң азында тұрып және тойға кетесің. Бастауақлар қарсы болып жүрді енді, бірақ енді дегенмен адам қызығушылығын ана бауырсақты палауды сағынасам ғой жара, бір 4-5 күн тойы болса сол өзің үшін кетіп қалады дейсің. Жасырынып қашып бірақ мынандай басқа біреулер тойлап жатса бар ғой, сен тойың болмай азыр біртүрлі қалады. Ауырасың. Шатасаң ойладым, не қылу керек? Стакты төмен түсіру керек пе деп. Тайдали сұрақтардан бірі. Айтпай тұрып жауап беріп қойыңыз. Тамам, бәрі жіберді. Айта бер. Ең есте қалған тойыңыз қандай болды? Маған ба оғаз сұрау? Қытайлармен болған той. Қытайлар. Жақын отырады Бекзадаға Қытайдың тойын басқарды. Енді ол мынандай болды, құлазы Қытайдың тойында былай қызықты оқиғаны айтып берейін. Бекзатли. Сөйтіп құлазы кірім. Біздер мынандай ғой, күйеу бала, одан кейін қыз болады. Қыздың ата-анасын шақырып тілек айтасың ғой, кеше жастар тойында. Құлазы кірім, құр жастар тойым болды. Кеше жақында факел тойханада өзің көрген шығарсың. Сөйтіп сол той бастанайын деп жатқан уақытта енді ата-анасын шақыру керек қой енді. Құлазы тілім айланбай жатыр да, Қытайдың арасына ми хан дей ма, мамалардың не сөйтіп құлазы Google ашып бересең, перевод деген бар ғой енді. Сол программаны қойып жібересең, балаң кезінде ісме десең, ана ми хан бірдеңе деп айтып, сөйтіп түсініп зорға дегенде, сөйтіп түсініп енді барып ортаға барып айтайын деп болсам тілім байланып та қалды ғой. ми хан ортаға аналармен уаға салып жібереді. Ұялып кеттім расында, өзіме ұялып кеттім расында. Сөйтіп күйеу баланы шақырамын да, пәленше күйеу баламенен қызымыз пәленшені күтіп аламыз деймін ғой. Сол кезде де қате айтқанмын да. Құлазы сөйтіп құлазы кірім тойдың иесі айтып отыр ғой. Қызым мамасы айтып отыр, біздер Қоңыратта мәдениетімізді көрсетейік болған. Қоңыратта қандай той өтеді, біз Қарекеңде сондай өткізейік. Ол обычный ол мынандай қылу шарт, мынандай қылу керек. Олардың дәстүріне кіру шарт емес, біздің Қоңыратта қандай той өтеді, сондай жіберу керек. Болған ондай енді құлазы кіріп. Адамдар айтып жатыр, Қытайдың тойы болып кетті деп. Қоңыраттың тойы ма? Қытайский той басқарды. Ақшасам қытайский да. Дұрыс, мен соны айтайын деп жатырмын. Не болды, қандай тойдан кетсең дейді ғой, жора жолда сайқыласың, тойдан шықтың ғой, жүрсе бір жерге барып отырайық, тойда үсір-пүсір шығармайсың ба дейді ғой. Жора қытайский тойдан кетті деп. Қытайский ақшасы бермейді. Қытайский той басқара береді деп кетті ғой жора деп. Кеше жаңа Яккасарайда бір Қытайдың тойын басқардық. Солай ма? Яккасарайда бір тойды басқардық. Одан кейін факелде 2 Қытай. Если что, Қоңыратта Қытайлар көбейіп. Made in China десеңіз Бекзат дейсің. Made in China тамада Қытай Бекзат дейсің. Олар не біліп атса еді. Тойда Нұрлыбек қызық көп болады. Мен өзім бұл енді, мен любой тойды басқара береткен бе жаңа мен. Түркмен тойға бардым. Есімде қалатыны Антакия деген қос жерде ресторан бар еді. Антакия бар, түркмен той. Мен де басқам түркмен той. Мен дәстүрін білмейді екен мен. Ол жақта той бастық деген болады екен. Біздер ауылдың ақсақалдар отырады ғой, тойда би болып, комиссия болып. Солар тойды ашып береді екен. Бір адам той бастық.
оның ата анасы ешкім келмейді, сразу шампанский болады, той ашылып кетеді. Бір майданнан кейін енді қарақшылап басқара берді маған. Түркменше білмейміз ғой, расын мойындау керек. Қолыма қағаз әкеліп берді, мына тосқа шақырды. Енді ол мен ешқашан міндетті айырып оның үстіне күлмеймін. Бірақ енді сол басымнан өткен уақиғаны айтып берейін. Білмегеннен кейін сол білмеген егеллері, эжеллері, Сапар Мұрат, соларды оқып былай айтып беру өзі бұл қайта, бұл Қытай ғой, мен мұсылман ғой еді түркмен. Мен соны дұрыстап оқып бере алмай жатырмын да, өзім мына жақта тығылып жатырмын да. Ауыр енді құлазы кірем және сол где-де бір 5 жыл алды ма 2 коронавирустан кейін карантиннен алдын құласы 2019 басану айында тұрған кезде құласы бір түркмен той басқан өзінің шаманай түркмен шаманай деген бар. Бұл жақта өздерінің отдельный тамадасы болады екен, отдельный аппаратура, отдельный өзінің қосушылары. Мен ондай барды оны ойламайтын мен қоңыратта. Қасқырлерінен бөлек алып. Ұлыма қарап отырсаң, ұлыма олар өзінің несін, ұлыма мәдениетін жойытпағанда ешкім. Түркмен шаманай өзі кішігірім ауыл, түркмен шаманай дейді, мына үстірттің ар жағына туыр кете бересің, сояқ деген да түркмен шаманай. Екі ақтеректен кейін құлазы сондай бір шым-шым жаңа тартпайтын әзілдерін айтады. Мен сөйтіп құлазы кіріп қарасам елі баяғы дәстүр екен. Дәстүр жаңағы біздерде ана призге қоятын не бар коробка. Қаделі коробка болып кетті ғой. Сол коробкаларды елі әммесіп жаңағы алып шығады, кілем алып шығады жаңағы. Телекке дайлары дейді, содан жаңағы бөлелері, жеңгелері. Баяда яғында ба, бір кілемді айландырып апарып тапсыра бердік қой. Нұрлыбектер 2003-лер тапсырса, 88-лер біздер Нұрлыбектің кілемін алып тұрамыз. Сағат тапсыратын еді. Сағат қуартыз деген. Осы сұрауға байланысты дәстүрлерге біздердегі тойдағы қазірде шыққан жаңа дәстүрлер, керек емес дәстүрлер қайсылар? Сіздердің ойыңыз бойынша керек емес. Сол біздің дәстүрлеріміз сол алдынан қойылып кеткен. Енді мен осы сұрауға былай толығырақ жауап берейін, нақты. Құлазы мынандай, біздер тойхана айтамыз, торт керек емес мысалы. Дұрыс па? Торт керек емес. Торт болмаса сонда ажырасып кете ме? Ондай емес. Құлазы бұрыннан келатқан торт желіну керек. Егер мен айттым кешегіде сондай ысырапкершілік, оны бір тортты жейді, бір екі көрсек жейді, қалғалар жейді, жемесе жемейді. Бір жағынан торт, мысалы 150 мың, 200 мың торт алуы мүмкін, алады. Мысалы деймін да, сол 200 мың орны басқа біреуге алдына дастархан қылып жайып берсе, сол торт керек емес деп айтаман да. Бірақ бір сұрауға муафық, жаңағы енді қарап отырсаң, келін өкпелеп қалады да. Өкпелеп, не біздің тойда торт болмау керек па дейді. Мен айтып жатсам, мамасын айтып жатсам, мен мысалы маған заказ берген адамға торт алайық па, бүйтейік па, сөйтейік па деп, мен айтып, торт керек емес десем, Олас бір-екі тойларда келін өкпелеп қалады. Неге біздің тойда торт болмау керек? Менің өзім, менде де сондай керек емес дәстүрлер көп. Мысалы қарап отырсаң, бір жасылар тойы деп алайық, азанда басыланды, 11-де ресторан ашылды. Сағат 1-де құдалар келеді, беташар болып, құдалар келгеннен кейін әмме ағайлер, жасыл гүлдер, құда-құдағай күтіп бірге отырады, кеште комсомол той басылайды ғой. Сол жасыл гүлдердің бәрі төбеге шығады, жаңа үлкен залға. Бәрі шығып алып тойды ашып беруге шығады да, 50 адам тойды ашып. 50 адам дұрыс. Соның әрқайсысын есаплады бекзат. 2 минуттан кемі 2 минуттан тілек айтсын. 1 минуттан дегенде 20 адам, примерно 20 адам шығады. Ал пример 20 адам шыққанда да енді есаплашы 2 минуттан онда 40 минут. Оның арасында жаңағы музыка қойып, ананы шақырып бүйтіп тұрасың, бүйтіп тұрасың, құлас 1 сағат жасыл гүлдер, жасылар той деп қойды, жасыл гүлдер алады да. Сол керек емес деп ойлаймын. Қыздың ата-анасы, баланың ата-анасы, мұрындық ата-апасы болды. Сол алтау тойды ашып берсе, мақсатқа муафық. Біздер арқай шоуларымызды қоямыз, арқай играларды. Енді қазір мен өткенде бір Инстаграмға қойдым ғой деп историяға да қойдым. Сол кезде халық маған бүйтіп жауап берді. Не қойдым? Сұрап. Сондай керек па мынадан. Мысалы, ол 20 адамды шақырмасаң дейді, өкпелейді дейді. Яғни ешкім өкпелемейді ғой. Бана бүгінгі мысалы тойда да беташарда, расын айтайын, 9 адамға пәтия берді, расы. Яғни оны күндізгінге не қылмаймын, яқшы бере берсін пәтиясын. Бірақ кешке бар ғой, кешке сол адамдар және қайтадан келіп, уақыт жетпейді де жора. Қазір сағат 6-да деп қоямыз ғой ресторанда. Келін күйеулер 7-лерге шамалас келіп жатырмыз да, съемкіден де. Фотоға түседі, фотозонаға барады ғой.
келеді, ол көрісіп жора жолдастарымен көрісіп бүйтіп жайғасып сағат 7:30 болады. 1 сағат соларға тосып кетсе, сағат 10-да той жолады. 8:30-ның ар жағында сен игра ойнасаң ба, тілек бересің бе, я бір гүлдерін беру керек. Балаларға уақыт жоқ ойнауға. Керек Негізі емес заттар рас көп қарай берсең. көп енді ол алып тастайық деп айтсаң тойхана өкпелейді да. Неге менің тойымда сондай зат болмау керек па дейді. Кешеде десек история қойсам деп қойып отырсам сразу сонда не қылдайды ма айтады. Енді көп адамдар комментарий білдіріп жатыр ғой, бүйтіп жазып қойыпты да. Сонда сен не ақшаны алып сразу тай жақсан ба деген сұрақ. Енді ол қазір мынаған қойылады ғой, еле комментарийден көйіп кетеді. Негатившілерге рахмет, сондай жазып тұра бер. Негатив пікір Негатив болған керек. жақсы. Сол дегенменен енді дұрыс сын, дұрыс көзқарас берсе, мен бағана Нұрлыбекке осы Бекзат Келемен деген екеуміз көп зат ойласып сөйлесіп отырдық қой. Бір ата-ана баламның тойын беремін деп қанша жанын жаббарға беріп, қиналып, қиыннан қиыстырып, жақсыдан жестіріп деп айтамыз ғой. Солар бәрі ақшаны тоғылап баласы үшін береді да тойды. Сонша расход қой, анау сонша кетіп жатқан қаражат. Соны енді мощный қылып есте қалатындай, тарих беттерінде сақталып қалатындай мощный қылып атқару керек қой тойды, жақсы қылып есінде қалатындай әммен. Енді соған кететін уақытты неге енді сөйтеміз? Құдалықта әмме жасыл гүлдер тілек айтады, 2-3 рет те айтады, 3 ауқат беріледі, 3 ауқатта да жасыл гүл. Оны қайтадан шығара береді. Жасылар тойға ойнасын жасылар. Дұрыс, енді жасыл күннің тілегі біздер енді керек, дұрыс емес па? Керек. Бір жасыл күн пәтер берсін. Енді жақсы, керек емес демейміз енді, бірақ енді соны ақшамластыру керек деп ойлаймын. Аз айту керек. Ақшамластыру керек, азам саз болу керек. Yaxşı. Бір жасыл күн бала беттен, қыз беттен бір жасыл күн. Екі адам болады, көбейту шарт емес. Одан кейін оған шапан жау керек болады. Анау құлнасы кірім, ол шапанды я киіп мар deyip жүре алмаса. Тек халықты көз ауаға болып кетті да әммезат. Сол үшін меніңше ол заттардан азайту керек. Тойхана ауырлық түспеу керек те, ешкім дұрыс емес па? Уақытты. Енді уақыт бір жағынан енді мен және бір нәрсе мәселені айтайын. Көп сүннет тойға барамыз ғой, сүннет той дегенге балалар келеді. Рас айтайын. Примерно бір деп алып қарасам 20 минут бар ғой. Ол балаларыңыз ала қойыңса, мен уақыт өтіп кетеді. Рас. Кеше бұдан алдынан өтті, бір тойда өтіп жатыр, енді құласы кірем, приз қояйын деп жатсам, камерасының аяғының астында жығылып кетті да. Ал соның үстіне түссе, мысалы, баланың үстіне камерасы жығылып кетсе да, ана камерашыға бақырып тастайды да, құр өкпелеп қалады. Ал енді өзінің сол баланы сол кезде алғанда ол уақиға болмайды. Болмайды. Ал егер соны біз ал демесек, тамада жаман болады. Сапластыратын затлар көп. Ондай балалар, одан кейін камераның алдынан кесіп өтуші үлкен аналар қызметте жүреді ғой, мысалы аға, жеңге, ажыпа. Рахмет қызметлер алладан қайтсын да, енді бұл ашықша сөйлесіп өтіп кетті ғой. Құлғазы керім бір той атқарып, енді тойды бастайын деп жатсам, ассалаумағалейкум, құрметті меймандар деп жатсам, алдынан бір адам өтіп кетеді, коробканы алып. Сөйтіп одан кейін яқшы деп. Коробканы алады да, қолында самса ярым тістеп. Ал жаңағы тойғананың көзін жешіреді, ал мен қызметтемен дегенде. Бұл дұрыс, яқшы қызмет алладан қайтсын. Рахмет, туысқанның тойында қызметте тұрған. Ол не деген қызмет, дұрыс па? Рахмет. Не деген қызмет? Не деген бір құрмет. Тойғанаға бір не дейді бір. Бірақ оны біздердің алдымызда кесіп өтіп кетті. Ашылып қалса ол не дейді? Күйіп түсіп жатқанда құрметсіздік та ол. Күйіп түсіп жатқанда бірден бір мәселе Нұрлыбек берді. Тойларымызды, ата-анамыздың жинап берген халал минетімен тапқан ақшаны жұмсап жатыр ғой баласы тойына. Сол той бір сол дәреже ана минетін ақылау керек деген зат қой. Енді кешерде естіп алмадыңыз ғой сіздер жаңағы тойдағы нелер, ситуациялар деп. Тойдың иесін қандай болу керек, той қалай болу керек дегенде. Главный мәселе сол тойдың иесін жиған тергені. Енді бір тамада қандай күшті тамада болады місің? Жаңағы халық жаңағыдай болса бар ғой, о той ондай болмайды. Әмме бірдей болу керек. Бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып деген бар ғой аты болады. Сондай болу керек. Екі жаған бір-бірін түсінісіп білу керек. Тамада қанша сөйлей бергенмен екеуміз ішіп алып, жора дей берген ол болмайды да. Ол ана жақта бір адам сөйлеп жатыр, оған түсінісіп білу керек та. Сондай ғой. Так, подкастымызды осы жерде аяқтаймыз. И так далее, осы подкаст сіздерге қызық болса, бүйтейік та ағаларым мысалы. Сіз бір просмотр айтың, мен бір просмотр айтамын да. Үшеуміз қосып
егер сол просмотрға жететін болса біздердің кейінгі подкастты да осылай шығарып береміз YouTube каналына. Жолға тозған жоқ, кейінгі подкастта беріп жатырмын. Кейінгі подкаст үшін қызықты сұраулар комментарияда жазып кетің, одан бөлек те сұрақтар береміз. болды қазір жоқ. Алла бұйыртса төмен ба? Сіздің подписчик, иә подписчиктер енді біздер енді бәрін белгілеп қоймайсыз ба бәрін инстаграм дұрыс емес па енді. Егер 10 000 просмотр жинаса кейінгі той туралы, одан кейінгісі камерашылар туралы сөйлесуге. біздердің тараудағы балалармен бірге болсын. Бұны көбейтейік дастархан отыратын. Сөйтіп уақыға жақсылап. Енді ондай жаңа негатив пікірлер айтылмайды, ол жерде ең қызығар қайта ұсыныс береміз. Тойды мынандай қылайық, мынандай дәстүр қосайық, қызық болады. 15 000 бала қойсын бала. 15 000 сізге? Мен жібердім 20 болсын. 20 000 ба? Просмотр емес, құлазы кірем. Ютубта ма қандай болады? Қазір бұл подкастымыз 4 или 5 пост болып шығады. Толығын YouTube канал ашамыз, YouTube каналға салып барамыз. Кейінгі подкасттарым болады, егер біздер айтқан просмотрдан өтсе. Болды, өсетейік. Подписчик дейді, енді құлазы кірем. Ләзі барша комментарияға өз пікірлеріңізді, той туралы, егер біздер қате айтып отқан болса, қосымша қылып кетің. Енді біздер хамист қатаймыз. Бәрі мынандай дейді, не қылайды? Тойды қайтып басқар, бүйтіп басқар, сөйтіп басқар дейді. Енді өздеріңіздің сценарийіңізді айтыңыз, өзіңіз қалай болады, мынандай болады. Біздер қазір тойдан босап қалдық. Тойдан шықтық, құлазы керем, тойдан шығып, Нұрлыбектен бір ұсыныс болды. Өзімізде де ондай идея бар еді негізі. Екеуміз алып шығамыз ба, сондай деп. Дегенмен бұл басламасы болсын, иә? Басламасы. Сол қоңыратында ешқашан той таусылмасын. Нұрлыбек, рахмет саған жұмыстарға тасылдағысы. Шаршама халықтың нәзеріне, Алла Тағаланың нәзеріне, ата-ананың бақытына, халықтан сондай проблема емес, бұл той ғой енді. Елде той көп болсын, сонда тойдағы минус плюс анау мынау сондайларды айтысып, солар толтырып, құда қаласа бәрі тойымыздың жақсы өтуі деп басталып жатыр. Мысалы қандай қонақлар дейміз ғой енді, халық қызметінде жүрген кімдерді шақыруға әрекет қылайық. Құлазы кірім бұл басламасы. Бірақ Шакира Пакиралар айтып жүрмін. Женеберлі бізде келе алмайды. Оларға барайықшы. Лайк басын, күтің, бұйырса декабрьден болсын, қысқа жақын, ол не канал ашып аржан жүртеміз. Жеңгем қайта-қайта бірге бір болым. Бекзат аға, Алик аға, рахмет. Көріскенше. Жақсы күнде көрсек. Аман бол.